әртүрлі сөз айтады. Ал егер өзіңіздің қызыңыз біреуге екінші әйел болып қалуы мүмкін болса, мен осы туралы айттым ғой. Осы туралы қатты айттым ғой. Соны айтқанымда біраз жігіттерге ұнамады бұл нәрсе. Өз тоқал алғыштардың көбіне ұнамады бұл сөз. Біраз үлкен полемикаға дейін бардық. Мен айттым, сіз тоқал алу үшін өз қызыңды тоқалдыққа бер дегенімде біраз полемика сөз таласқа бардық. Енді мен енді оның несін айтпай қоймын, бірақ қатты бұл жәнге бататын сөз негізі. Мен бірақ бұны әдейілеп айттым. Неге? Өйткені біздің қарындастарымыз, апай жеңгелеріміз жыламасыншы деп айттым. Өйткені осындай жылаулар өте көп. Шын мәнінде бүгін үйленіп, ертең тастап кетіп, басқа жаққа кетіп қалғандар көп. Одан кейін ана үйленбеген сүрбойдақты ата-анасы зорлап үйлендіріп, әйелді үйге тастап кетіп, мен сені үйлен дедіңіз ғой, міне әйелді әкеліп тастап кеттім саған. Енді мен аруақ шаруам жоқ та, өзінің қыдырып жүргендер өте көп болып жатыр да қазір. Сол үшін бұл нәрсе ондай болмау керек деп ойлаймын. Әр қазақтың қызы, Абай атамыз айтпақшы, жалғызым дегенде ол құрметке лайықты деп ойлаймын. Енді ары қарай семьяда түсіністік болып жатса, мысалы бір себептер болып жатса